Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Алла ниет тілектеріңізге жеткізе берсін. Бүгінгі тақырып ниет деген туралы, ниетке байланысты. Жалпы ниеттің осыншалықты мықты, осыншалықты күшті өмірімізге әсер ететіндігін туралы білген кезде мен таң қалдым. Тіпті біз дәнеге еккенде жерге өскен, жерге түскен тұқымның өзі ниетіне байланысты шығады екен. Мысалы дейді, егер топыраққа түскен дән, кез келген дүниенің дәні бар ғой жалпы, сол дән өсейін, өнейін деген ниетімен болатын болса, топырақтың өзі бойындағы бүкіл барлық құнарын, минералдарын, витаминдерін беріп, сол дәннің өсіп шығып, жайқалуына жұмыс жасайды дейді. Ендеше ойлай беріңіздер, мұсылманның амалынан ниеті қайырлы деп айтқан, иә? Сонда ниетіміз біздің өте мықты жұмыс істейді екен. Егер сіз өсейін, өнейін деген адам болатын болсаңыз, Алла тағала сіздің ниетіңізге байланысты сол өсу жолында көптеген оң әрекеттерді, оң істерді сізге беріп қояды екен. Әйтеуір сіздің жақсы, дұрыс жұмыс деп өсіп, пайдалы болуыңызға барлық жан-жақты өзі бір ию дейді ғой, солай тарып кетеді екен. Сондықтан ниетімізге өте байланысты екен. Ниетімізді дұрыстайық, ниетіміз оңынан болсын. Егер ниетіміз, дәннің өзінің ниеті өсу емес болатын болса, топырақ оны өзіне сіңіріп, шірітіп жібереді дейді. Ойлаңыз, сіздің ниетіңіз дұрыс болмаса, сіз құрисыз. Сондықтан әрқашан өмірге келгеннен кейін ниетімізді дұрыстайық, сапалы, пайдалы, біреуге пайдасы тиетін, ешбір жанға зиянын тигізбейтін, өсіп өнетін, өркендеген, пайдалы адамзаттың қатарынан болайық. Алла ниет тілектеріңізді оңғарсын. Оразада ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл, ниеттеріңіз оңынан болсын.